Сіздің енеңізбен қарым-қатынасыңыз қалай? Ол кісі енді нағып бәрін тастада бізге келіп қонақ күтіп жатырмын деп айтпайды. Кейбір кезде ол кісі маған сіз деп те айтады, сіз дейді. Мен сол кезде деп ыңғайсызданып қаламын. Өйткені ол кісілердің сондай бір несі қызық, андай адамға бір құрмет білдіргісі келеді. Сол енді қарым-қатынас өте еркін, ол кісілер өте современный адамдар. Ол кісі ағылшын тілінің мұғалімі. Атамыз біздің қайынатам тоже 35 жыл бойы мектеп директоры болған, математик. Сол себептен ондай түсініктер жоқ. Сіз даусыңызды жақсы көре ме? Әнші ретінде? Білмеймін, ол жағын айтып көрмеппін маған. Сен даусың бізге ұнайды деп ондай естіп көрмеппін. Сіздің кештеріңіз? Бірақ әрине мақтанады, біздің келініміз ғой Маржан Арапбаева. Бұл біздің келініміз ғой. Жаңағы менің енем өте сондай киім киюге нарядный болып жүріп, өзін күтіп, кремдер жағып, бүйтіп жүргенді өте қатты жақсы ұнатады. Өте қатты жақсы. Екеуіңіз демек ұқсайсыздар. Өте қатты ұнайды ол кісіге. И айтады, әрине мен Маржан Арапбаеваның енесі болып тұрмын, мен неге киінбеймін? Мен соответствовать тұру керекпін. Осындай келін тұрған кезде деп айтады ғой, сөйтіп қалжыңдап.